2005-2006 жылы туылған боксшылардың финалдық кездесулерін көріп отырмыз. Облыстық біріншілік. Бұл Қазақстандағы аймақтық жарысқа іріктеу жарысы. Жалпы облысымызда бокстың мықты дамып жатқан бұл жарыс көрсетеді. Неге десек, әрбір ауданның бокс үйірмелері жақсы жұмыс істеп жатқанын көрсетеді. Финалдың өзінде тек қана бір аймақ емес, әрбір ауданның бапкерлері осы боксты дамытып жатқанын куә болып отырмыз. Осы жарысты Түркістан облысының спортының басқармасының басшысы Болат Наурызбайұлы, мынау облыстың аға жаттықтырушысы Олжас Оразалиев үшеуміз қарап отырып, бұлай айтқанда жігіттердің аяқ алысына риза болып отырмыз. Жақсы боксшыларды көрдік, келешегінен зор үміт күттіретін. Солардың ішінде Созақ, Ордабасы, Қазғұрт, Түркістан, Арыс, Кентау, осы аймақтың, осы аудандардың боксшыларының аяқ алысы жақсы екенін байқадық. Және келешекте осылармен облыстағы бапкерлер жақсы жұмыс істесе, келешекте Қазақстанның және мынау еліміздің намысын қорғайтын мықты боксшылар айналатыны ол көрініп тұр. Жалпы енді жарысы өте жақсы деңгейде ұйымдастырылған. Әрбір жарыс осы облысымыздағы жарыс осылай өтсе, біздің келешекте ізбасарлар көп болып осындай дайындалып, Қазақстанның намысын қорғайтын жігіттер көптеп шығады деп айта аламын.